қазір міне былай өзінен өзі ақпарат келіп жатыр да, хәл әлемі, бір тәттілікті сезіну, ішкі күйдегі бір бақыт деген сол ғой. әдемі иісті сезіну, осылай деп суреттейді ғой хәл әлемін. Жұмақты сезіну деген сияқты, иә? Иә, сенің ішінде жұмақ орнайды ғой. Мысалы үшін Алла тағала бүкіл өзі жаратқан дүниенің ешқайсысына сыймайды дейді, бірақ пендесінің жүрегіне сыяды дейді. Ойлаңызшы. Сенің жүрегің... Мен ешкімнен естімеппін сондай бір тәтті иіс шығады дегенді. Иә, болады ол. Бірінші рет естіп, сол сөз маған ана хәл ілімін кәдімгідей түсіндірген сияқты болды. Қандай ілім ол деген? Күшті. Мен енді ұстазым айтқан кезде маған айтады, сен егер... Мен енді өзім бардым ғой енді. Мен өзім барғанды, мен барған жоқ, мен апарды ғой енді. Жаңа басындағы сөз бойынша айтқан кезде енді сен таңдаласың осы жолға қызметші ретінде. Сен жұмысқа алады Алла тағала. Сол кезде маған айтты, егер сен осы жолға шыдап берсең, онда бұл сен бақытқа апарады дейді. Былай қарасаң логика емес, логика келмейді біздің дүниенің несімен. Қалай сен бақытқа апарады? Бақыт деген ол керемет үйлер, керемет машиналар, қызмет, байлық, сол ғой біздің түсінігімізде байлық. Енді бақыт деген. Қалай сопылық ондай бақытқа апарады? Сөйтсе, бақыт деген ол адам жаңағы тәтті иісі ғой ішіндегі. Халі. Айырмашылық жоқ қой сенің. Не киіп жүрсің, қандай көлік мініп жүрсің, қандай қызметте жүрсің, қызметсіз жүрсің ба, мәселе емес, жазушысың ба, жоқ басқа біреусің ба, сен үнемі Алламен коннектесің, бітті, рахат.